Окей. Так, бізде үй тапсырмасы мынау болды. Ең біріншісін оқиды Сарвиноз менде бірінші тұр экранда. Let's start. Сарвиноз. He. Сарвиноз. Окей. Амина. Hello. Hello. Папа, у нее, кажется, проблема с соединением. Okay. Amina, let's start. He goes to bed very early. Okay, goes болады. Главное goes тұрса. Okay, дальше Айдана. Сандина. Do they live in Canada? Менде демонстрация экраны деп тұр. Сізде енді кіргесің ғой. That's normal. Тамирис. I usually cook dinner for my family. Okay, without M, yes? Okay. Okay, потому что не үшін Тамирис. Present simple'да aim деген болмайды, to be болмайды. Молодец. Келесі, Олжалғас, please. Are they have a meet every week? Every week. Мына жерде have деген етістік болып тұр бізде. Сол үшін are-ның орнына не болады? Do. Do болады. Yes, молодец. They have. Аха. Мен айтайын ба, апай, біз ғана естімей қаппын. Жарайды, Сарвиноз. Окей. Олжалғас жарайсыз, молодец. Do болады, yes? Сарвиноз? She doesn't like tennis. Окей, doesn't болады. Жарайсыз. Дальше. Ой, sorry. Дальше Мадина. Мади? Да, жоқын knows money бола ма апай? Я. Has-тың орнына have. Молодец. Дальше менде тұрған Зарина. Зарина. Окей, сіз жаңа қосылып тұреді. Зарина, қосты микрофон 1 минут, аха. 1, 2, 3. Айдана, окей. Айдана, окей. He knows the answer. Ага, he knows the answer. Okay. Thank you, Айдана. Next one is Зарина, қоссаңыз, любой уақытта айтыңыз. Айжан. 8-де этот не жоқ, ошибка. Бар ғой. Бар. Basketball. Айтпай айтыңыз. Бейсбол, баскетбол. Апай, мен айтайын. Айтпай айтыңыз. Давайте. Айжан, сіз білесіз, давайте. Айжан, сізге 15 секунд береміз. Қараңыз, бар қате. Сіз білесіз. Usually, often деген сөздер қойылмай ма? Не обязательно. Роберттен кейін. Не обязательно. Қандай ошибка? Бейсбол, баскетбол. Етістікке қараңыз. Сізге подсказка. Plays. Дұрыс па? Жоқ. Қалай болу керек? И болмайды. Окей. Түсініз ғой? Ал егер study болса ше? Study, если study болса, онда ол жерде I-E-S жағанады. Окей. Түсініз ғой? Мына жерде алдында A-мен болса, просто S қана қосылады. Окей. Жарайды, Айжан, жарайсыз. Келесі бізде барлығымыз айттық қоя. Зарина, would you like to say something? Зари? Please, көмектесеміз, если что, давайте. Окей. Ең бірінші бізде болған Сарвиноз, go to. Сарвиноз. Окей. They has lots of free time. They have, окей. Lots of free time. Дұрыс. Lots of free time. Кстати, балдар, сіздер білесіздер ме? A lot пен lots of-тың айырмашылығын. A lot of people деп айтасыз, сіздерде алдында бір a lot туралы әңгіме болып кетіп еді ғой, естеріңізде бар болса. Сосын lots of деген айырмашылықтар білесіздер ме? Бірдей емес. Бар айырмашылығы. Айырмашылық қандай?
Жанды жансыз заттарға қолданатын шығар. Окей, күшті идея. Тағы да кім не ойлайды? A lot of деп определенный бір заттарға айтады. A lot of деп определенный бір затқа айтады. Окей, анау? Неопределенный, да? Определенный болғанда lots of no. Окей. Who knows? Кімде қандай идея бар? Ешқайсысы қате деп айтпаймын. Егер де жоқ болса, let's айтайын ба жауабын? Все окей. Окей. A lot of, lots of деген определенный, неопределенный деп бөлінбейді. Бірінші жауап. Екінші жауап саналатын, саналмайтын деп айтты Амина. Ол негізінен, короче, и саналатынға да, и саналмайтынға да қолдана береді. Мысалға, сіз естіңіз ба? A lot of people дегенді естіңіз, е? И a lot of watch дегенді тоже, может, естіген шығарсыздар. Watch деп отырамыз бізде саналмайды ғой, естеріңізде бар болса. Өйткені сұйықтықтардың кез келген түрі саналмайды. Бәрі? То есть, a lot of people деп айтсаңыз болады, a lot of watch деп айтсаңыз болады. Получается, саналатынға да, саналмайтынға да a lot of-ты қолдана береміз. Ал енді lots of-қа келсек. Lots of-та дәл солай. A lot of-тың басында біреу айтты, кім екенін байқамай қалдым, өшіріңіздер, бірақ екеуі бірдей деп айтты. Соғы дұрыс. То есть, получается, lots of watch, lots of people деп айтсақ болады. Екеуінің қызметі бірдей. A lot of people, lots of people, lots of watch, a lot of watch. Көрет? То есть, саналатын болсын, саналмайтын кез келген көп деген нәрсені айтқыңызға, көп деген мағынаны білдіріңіз келсе, a lot of-та, lots of-та да қолдана берсеңіз болады. Тым қорықпай. Окей? Көрет? Көрет болса, дәлші жалғастырайық. Бізде аттың басын ұстап жатқан қазір кім еді? Мадина. Does бола ма? Онда ма? Не үшін does? They деген көпше тұр ғой. Көпше тұр. Көп адам болса, бізде does керек емес. Бір адам болса. ING жалған тұр ма? Yes, ING жалған тұр. ING емес, өзі infinitive формада болу керек, yes? Do they usually? Мади? Do they usually? Drive. Өткені қараңыз, driving деген болмау керек. ING жалған бірінші шақта тұру керек. Бірінші формада, infinitive формада. Drive деген болу керек, окей? Аха, окей. Келесі мен ба? Келесі, кім? Sorry. Темирис ба? Сандина. Сандина, давайте. Jenny is not works at a restaurant. Is not works ба? Тағы да, тағы ойланып көріңіз. Jenny. Мен S қостым ол works артына. Works-ты қосып жеріңізді, бірақ бір нәрсені ұмытып кеттіңіз ғой. Is not деп тұрсыз, да? Work деген жұмыс жасау, етістік. Етістік бар кезде не қолданылмайды? To be қолданбайды. Қолданылмайды. Көмекші етістік қолданады. Значит? Doesn't болады. Молодец. Doesn't work, е? Бізге S керек емес, өйткені бұл плюста тұр ғой. Көмекші етістік тұр ғой. Does бар. Бірінші формада тұрушы. Көрдіңіз ғой? Егер де просто Jenny болса, қалай болады, Сандина? Jenny. Yes. Works. Көрдіңіз ғой? Jenny is working. Болымды болса. Дұрыс. Так, жарайсыз, Сандина. Келесі. Жауап береді. Томирис. She worries too much about the exams. Worries дегенде ES болады. Worries дегенде W-A-O-A-A. Потом I-E-S. I-E-S. Дұрыс. Дальше. Бізде, так, өтіп келді. Так, ол жолға сіз айттыңыз ба? Бұл жерде my father wants to travel to Spain. Молодец. S жалғанбайды travelге. S жалғанбайды. S жалғанбайды travelға. Өйткені бірінші формада тұрады всегда. Даже my father болсын, he болсын, she болсын, окей?
Wants. Okay. Жарайсыз. Wants. Ой, sorry. Wants to travel. Түсіндіңіздер ғой, иә? Қатерін түсініп тұрсыздар ма? Окей. Дальше. Why? Так. Кезек Айжандікі. Why do you study English? Do. Окей. Қою керек. Окей, do қою керек. Жарайсыз. Келесі Амина. 15 қоям. Иә, She doesn't drink tea. жарайсыз. Drinks S болмайды ана жерде. С болмайды. Окей. Так, бізде кім айтпады? Барлық айттыңыздар ма? Сарвинос, сіз айттыңыз ғой, иә? Сарвинос или Айдана? Кім айтпады? Мен айтайын. Аха, айта беріңіз. They start class in the morning. Зей деген көпше түр болғандықтан стартқа S жалғанбайды. Сол кезде қалай болады? Зей? They start class in the morning. Молодец. They start class in the morning. Жарайсыз. Окей. Түсінікті ғой, иә, үй жұмысы? Иә. Келесі үй жұмысын талқылап жүрсек. Иә. Мынаны көрген шығарсыздар, иә? Так, мына жерде ең бірінші астын су керек болды. Бірінші қараңыздар. Так. Шейді қайсы? Adverb пен subject, verb, adverb, verb, object, place, time дегенді некен түсін өздер ма біріншіден? Yeah. Аха. Мысалы, subject деп отырғанымызға қандай subject түрлерін білесіздер? I, she, They. Қандай adverbті білесіздер? sometimes, usually, often. Sometimes, usually, Adverbs of often. frequency. Adverbs of frequency. Жарайсыз. Мысалы, ана жерден қайсысын көріп тұрсыздар? Adverbs of frequency-да табыңыздаршы, қайсы сентенста бар? 1-ден 10-ға дейінгі қараңызшы. Қараңыз. 9-да бар. 9-да бар. 2-де қандай? Үште бар. 2-де қане? Үште. Every evening. Every Жай evening adverb болмай time бұл. Иә. Окей. 3-де бар, often деген, иә? Often. Окей. 4-де бар ма? 4-де? Жоқ. Окей. 5-де? Жоқ. 6 жоқ. 9? 9. Usually. Молодец. Жарайсыз. Так, енді 11-ден 20-ға дейін қараңыз. 11. Always бар. Always бар. Always бар, иә. Сосын? Sometimes. Sometimes. Окей. Тағы да? Every morning. Every morning бұл time. Never. Time деген. Окей? 16-да never бар. Sometimes. Never. Қаны never деген. Қайсы сентенс? 16-да. 16. Все, жарайсыздар. Енді subject пен adverb'ті sometimes. Ау? 19-да. Иә, жарайсыз. Окей. Енді сіздер таптыңыздар subject пен adverb'ті. Бірақ енді қараңызшы, мен сіздерге айтайын. 10-да 13 сөйлемді қарасаңыздар, subject қайсысы? Pat. Жоқ. English. Иә, дұрыс, Pat. Pat. Pat speaks English. Pat кім сөйлейді ағылшынша? Patшы сөйлейді, окей? Енді subject қой. Иә, сол subject деп тұр. Иә. Просто English. English деген ол object. Видите? Pat speaks English. Нені сөйлейді? Нені деген ол object болады. Нені деген сұрақ ол Тоқтар. жарай ма? Так, дальше. Так, сұрақ қояйын сіздерге. 14-те қайсы subject? City teacher. Окей. Teacher. Так, дальше сұрақ. 15-те қайсы subject? Is a girl. Girl. Окей. 16-да? My cat. 17. Frank. Так. 19. Или Teams Mobile емес па? Ben. No. Frank дұрыс. Аха. И 19? 19 ба? Ben. Ben. 20? Ben. Жиырма? The girl.
О, жарайсыздар. Түсініп жатсыздар ғой? Кімде сұрақ бар? Иә. Subject пен adverbтан кімде сұрақ бар? Ұялмай қоя беріңіздер. Өте қуаныштымын сұрақ қойғанға негізінен. Аха. Ешкім қоймай жатыр. Апай, Ал. now дегенше, иә? Сонда Уақытқа жатады ғой, иә? Now деген ба? Иә. Иә, now деген Қазір уақытқа кетеді. Иә. Қазір мен сразу жазып тастайыншы. Adverbsтерге, adverbs of frequency'ға не жататын сіздермен бірге. Сіздер қазір ойланып тұрыңыздар, мен жазам. Так, adverbs дегенге не жатады? Of frequency. Frequency деп отырғанбыз не? Жиі. Естеріңізде бар. Жиілік. Жиі, қаншалықты жиі деген сұраққа жауап береді. То есть, always, часто деген, как часто? How often? Always. sometimes, Always. Потом? Usually. Usually. sometimes, often, Hardly often. Hardly ever. Okay. Ой. seldom, Okay. Hardly. rarely, Random. Generally. Random. Seldom. Ой. Random. Seldom. Sorry. Never тоже кіреді. Never. Okay. Сосын тағы не бар? Ұмыттық. Sometimes. rarely, Frequently бар. Сосын қалай? Неме? Frequently. Frequently деген ол adverbке кіреді, бірақ ол frequency жиілік емес. Жиілік емес. Generally деген кіреді емес, папай? Generally дегенде ол жиілік емес. rarely, Ly-лармен айтып тұрғандарыңыз, олар жиілікке кірмейді. Окей? Так, үстеудің общий үстеуге кіреді олар. Именно жиілікке емес. Вот смотрите. Always, usually. Солар, значит, сіз байқағаныңыз бойынша, мыналар, қай жерде тұрады? adverb, subject, Subjecттан кейін тұрады. Subject пен ненің ортасында тұрады? Verb-тің ортасы. Иә, subject жақта бізде adverb тұрады, adverb of frequency. Ал мына жерде verb тұрады. Verb деп отырғанымыз етістік. Екеуінің ортасында тұрады. Байқадыңыз ба? I go sometimes деп айтпайсыздар, I sometimes go. Got it? Так, got it болса, келесі кеттік. Енді түсіндік. Verbті таба аласыздар ғой. Object дегенді таба аласыздар ма? Қазір көрейік. Қай жерде object бар? 1-ден 10-ға дейін қараймыз. Object деген қандай books, place, books болады, біріншіде. Екі, place, The guitar. The guitar. the guitar. Окей. Үш. Жоқ. Үште place, иә? Forest деген place. Yes? yes, Так, at home деген не? Төртте жоқ. Place. At home болады. Тоже place. Place. Ал Home. on the bench ше? Place. Ну, отырған жер. Отырған жер. Не, скамейка, иә? On the bench. Так, дальше. After school. Бұл жерде жоқ. Бұл не After school. деген? After school time. Time. Қашан деген, иә? Дальше. the boys, The boys. Ол subject. Не, place. Yeah. Ал to the museum. Place. All place. Так, 8-де жоқ. 8 жоқ. 9. swim, Sings. Ой, songs. Songs. Ал неше? In the Songs бұл жерде. In the bathroom place. 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 Okay. Онда? Онда Ол жерде English болады. pad subject, object English. English object. Түсіндіңіз ғой? 11. At my teeth. My teeth. Okay. Hmm. In the morning? Ол уақыт. Time. Okay. What about 12? The Questions. Okay. Now? Now деген сұрақ болды. Now time. Time. other time, Жарайсыздар. 14-ті қарасақ,
The homework. The homework. Collects all object. Collects. өтірік айтамыз. The All, homework all object. verb. Verb. Collects all verb. Жинауды. Verb қой, екенсіз. Okay. Так, every morning. Time. 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 Okay. 15. Home. Her mother. Mother. Mother дегеніміз бізде object. Ал так, skill is Апай, сіз object сұрап жатырсыз ғой, иә. Object'ті сосын time, place дерді сұрап жатырмын. Қалғандарын subject, adverb, verb'қа қатысты еместерді. Дальше in my bed. Place. Окей. Так, потом Teams mobile. Object. All object. Екеуі қосылып кетіп object болады, Teams mobile. Нені? Team'нің mobile'ын. Дальше at the moment. Time. Окей. Так, shopping. Object. Object. Қараңыз, you. All verb. Окей. Так, дальше in the evening. In the evening деген time. Home works. Place. Place. Жоқ, homeworks. Homework. Home object. Екеуі бірге қосылып. Object. Homeworks. Subject. Object. Object. Sorry, мына жерде бар екен ғой, at home екен ғой. At home десе, Place. All place. Place. 20-да, Works object. choose the club. Place. Saturday деген time. Молодец. Енді менде мынандай сұрақ. Place'та барлық жерде қарағандарыңыздар, place'тің алдында не тұрады? At. Онда сәкен сол не деп айтамыз? Бір сөзбен? Preposition. Preposition немесе предлог. Yes? Yes. Preposition. Если что, мына preposition'дерге не жатады деп сіздерден сұрайын. Сол кезде сіздер to дегендер айтасыз. At, in, on, Behind. Behind. In front of. Okay. In front Between. of. Okay. Opposite. Yes, you are right. Жарайсыздар, өте жарайсыздар. Так, түсінікті қойыз. Қандай сұрақ бар? Давайте, ұялмай сұрақ қоямыз. Who has any... Давайте, any questions, girls? Байқадыңыздар ғой, бірінші subject тұрады, adverb, verb, adverb frequency, потом object тұрады, одан кейін бар place, time. Бірінші place, потом time. Видите? Апай, сосын speaks деген ше, онда. Speaks деген verbке кете ма? Verb. Онда ма? Иә, verb кетеді. Pat speaks. Міне, Pat speaks. И не, objectке English. Түсініз бе? Yes. Все, окей. Так, кімде сұрақ бар? Давайте. И тапсырмасынан. Так, кімде сұрақ бар? Any questions, please? One. Үшін онға дейін санайын, сосын келесі көшем. No questions. Сұрақ жоқ. Кстати, менде сұрақ бар. Must деген неге жатады ал? Неге ғой? Must be, жоқ, to be. Нет. To be? Жоқ, to be емес, андай бір ғой. Типа should, must. Бұйрығай. Окей, бұйрығай деген более-менее. Тағда. Не деп айтатын еді? Модаль етістік. О! Модаль етістік. Айдана. Окей, great. Modal verbs. Түсініздер ғой? Modal verbs қай жерде тұрады? Етістіктің алдында либо артында? Алдында тұрады. Қандай модальный етістіктер білесіздер modal verbs'ті? Can. Will. Can, could. Давайте. Mustn't. Could, would. Так, 1 minute. Modal verbs. Барлық етістіктерді жазып шығайық. Modal verbs'терді.
барамын. Давай. Okay, modal verbs. May, can, потом Can. сосын Must. must, Should. should, Have to. have to, Would. has to, had to, сосын would, Would. Could. Should. сосын Could. could, сосын еще раз. Sorry. Might. Might, сосын Can be too. еще раз. Sorry. Can be too. Can be to деген can ғой ол. Be to деген болмайды. Okay? Тағы да бар. Shall деген естіңіздер ма? Yes. Сосын will деген естіңіздер ма? Yes. Would. And be. Сосын тағы да не бар? Так, Need. need, okay. Сосын тағы не естіңіздер? Ought to ма? Ought to. Going to. Going to ол собираться ол. Modal verbs емес. Modal verbs. Болды ма? Ол да өтем қазір көрейік. Так, сейчас былай жасайық. Шығып қайтадан көру керек мына жазу үшін. Так, 1 минут. Енді видите? Мынау енді may деген ненің mayдің өткен жағы қандай? Өткен жағы. Might. Okay. Can-дікі? Could. Must-дікі must өзі. Must-дікі must. Өзінікі өзі. Okay. Өзінікі өзі. Should-дікі? Ненің? Өзі. Shall. Had-дікі? Has to. Had to. Has to-дікі де had to. Okay. Екеуінікі де had to. Would ненің өткен жағы? Will. Okay. Ought to-дікі ought to, need-дікі needed. Okay. Так, енді былай балдар. Так, что я хотела с этим? Бұлар modal verbтер всегда verbтардың, бағана айтқандай, Айдана, алдында жүреді, всегда. Сосын, осы кез келгендерден кейін verbтің қандай формасы тұрады? Өткен шақта или verb 3 па, 1 ма, verb 2 ма? Инфинитивді. Даже she болса да, she may go емес, she may go. Yes? Түсініңіздер ғой? She may go, for example. Сосын, так. Shall дегеннің ерекшелігі қандай, балдар? Ол қандай subjectтерге қолданылады? Subject өтініміз білесіздер екен? I, she, we. I мен we ғана. Бірінші ғана неге қолданады. Will деп отырғанбыз. Оның альтернативі, екеуі бірдей. Will деп отырғанбыз, бірақ универсальный. Кез келген subjectке қолдансаңыз болады. Түсініңіздер ме? Ал shall дегенде именно I мен we-ға. Ертең сіздерде зачет. Неге? Өйткені ол тек қана бірінші жағынан modal verb, арнайы именно. Сондай. Окей. Түсіндіңіздер ғой? Мысалға she shall деп айтпайсыз. I shall, немесе we shall. We shall go. Біз баруымыз керек. We shall go. Окей? Ал қалғандардың барлығына бола береді. Мысалы have to дегеніміз she, he, it-қа болмайды ғой. Has to дегеніміз she, he, it-қа болады. То есть must-тың формасы ғой. I have to go. I must go деген сияқты ше. I have to go. She has to go. Окей? Түсініңіздер ғой? Так, өткен шағы деген не түсіндіңіз? Ought to деген тоже should-қа баламасы. Okay. Shall мен will-ді білдіңіздер. Will деп отырғанымыз future-да қолданылатын біздегі modal verb түрі. Future-ға қолданылатын. Got it? Так, modal verb-тен қандай сұрақ бар? No questions болса? Ought to да бар. Тоже I мен will ма? Только и все.
Жоқ, отчы, күшті сұрақ, Сандина. Отчы бәріне. Все. Тағы сұрақ болмаса, мен сіздерге, кстати, мынандай нәрсе жібергенімді көрдіңіздер ма? Көрдік деп ойлап тұрмын негізі. Мынандай нәрсе. Yeah, irregular verbs. Irregular verbs. Так, бұл не үшін мен көрсетіп жатырмын? Өйткені бүгінгі өтетін тақырып. Иә, көрдіңіздер, білем. Сарбинос көргеніңізді. Өйткені үй тапсырмасын Өткен зачетта болды емес пе бұл? Иә, болды. Соны мен көрсетіп жатырмын. Не үшін көрсетіп жатыр деп ойлайсыздар? Өйткені бүгінгі тақырыптың аты бізде Past continuous. Ой, past simple. Past simple. Past simple'да білу үшін бізге infinitive деген түрді Екінші көрсетіп шақ. екінші past деп тұр ғой. Сол past simple'да қолданылатын етістіктер. Видите? Мыналардың бәрі past'та қолданылатын екінші столбецте тұрған, екінші қатарда тұрған. Гарет? Yes. Енді Гарет болса, біз мына жерге мына етістіктермен қазір жасаймыз. Видите? Мыналармен қазір, мысалға, yesterday болғаннан кейін to be-дің қандай түрі тұрады? Okay? Wake, have деген нәрселердің барлығын өткен шаққа айналдырып жасаймыз. Garrett, what I'm saying? Yes? Так, давайте мен сіздерге қазір адамдарға порядок беріп қоям, номерлерін. Сол бойынша кезек-кезек кете бересіздер. Сен деп айтпайым, бір рет айтам, қазір кім екен. И сол порядок бойынша кетесіздер. Бірінші, менде тұрған Тамидис. Екінші, Амина, өзін жазып алыңыз. Үшінші, Айжан тұр менде. Төртінші, Сандина. Бесінші, Айдана. Алтыншы, Олжалғас. Жетінші, Сарбинос. Сегізінші, Мадина. Енді дәл осы порядокпен қазір мысалға 8-ді біткеннен кейін қайтадан Тамидис сіз бастайсыз 9-шы сөйлемнен бастап, жарай ма? Так, егерде қазір тапсырма түсінікті болса, давайте бірінші сөйлемнен бастап оқи берейік. Сөйлемнен оқимыз ба? Иә, бірінші сөйлемнен бастап оқи берейік. Тамидис. Okay. Yesterday was a busy day. Great. Апай, мұнда не ма? Сұраулы сөйлем ба? Жоқ. Обычный Что? плюс. Affirmative. Okay? Breakfast quickly and then I go. Ой, өтіп қой, айтам. Went to work. Okay. Woke up at 6 a.m. Had breakfast quickly. Then I went to work. Okay, дальше. I finished at noon. At noon? And then ate some lunch. Afterwards, I drove to the shops, bought some paint and then painted my bedroom. Great. Дальше. My housemate come. My housemate come. My housemate come home from work, so I helped him paint his room. Then we prepared his chair as it wobbled a lot. Wobbled a lot. Айдана, дұрыс. Housemate-тан кейін came болады. Came. House деп отырамыз үй, mate деп отырамыз друг. Housemate деп отырамыз үйде бірге тұратындар. Мысалға, housemate мен бір қызбен бірге тұрсам, квартира жалдап, немесе квартирада курстасыммен бірге. Осын мен оған айталам, и просто как друг, friend ретінде, немесе мен айтсам, housemate. Дальше, так, wobble деп отырғанымыз бізден де не? Былай, жылжып колебаться деген. Білесіз ба? Как былай колебаться ету деген сөз. То есть, chair қайта былай не істеп кетті. Дальше, бізде кім? Олжалғас ес. Давайте.
I wish hadn't as I had my hand. After that, I cleaned my house. Mhm. I vacuumed all the dormitories and then tidied up the living room and Okay. the kitchen. Молодец. Так, great. Мына жерде vacuum деп отырғанымыз не? Vacuumed. Үйді не істеу? Мындай. Үйде бар шығар, мындай қалай айтады? Сыпырғыш емес. Пылесос. Пылесос жасау. Okay? Downstairs and tidied up деген жинау. Тазалау деген сөз. Tidied up. Clean up деген сияқты tidy up. Ал vacuum этот пылесостау. Downstairs деп отырғанымыз төменгі этажда. Екі этаж болса, upstairs деген жоғарғы этаж, downstairs төменгі этаж. Got it? Дальше. Мен ғой апай. Yeah. Зарина, сіз. I was